Барлықтарыңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер. Қазір сіздермен хит болып жатқан тары қосылған сметаниктің оригинал рецептісімен бөлісетін боламын. Ол үшін ең алдымен тарымызды суға бұқтырып, шамамен 5-10 минуттай су тартылғанша отқа қоямыз. Одан соң қамырын дайындаймыз. Қамырына керекті заттар: бір жұмыртқа және қантты салып, қанты ерігенше барлығын жақсылап араластырып аламыз. Осылай көпіршіп, қанты ерігенше жақсылап араластырып, одан соң осылай ертілген сары майымызды үстінен құйып аламыз. Барлығын бір араластырып алып, қамыр қопсытқышымызды салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Одан соң ұнымызды електен өткізіп отырып, екі бөліп салып, жұмсақ қамыр илейміз. Ұнды міндетті түрде електен өткізіп, екі бөліп салғандарыңыз дұрыс. Бірден салсаңыздар, қамырларыңыз қатты болып қалуы мүмкін. Одан соң қамырымызды холодильникке жарты сағаттай қойып, су тартылған тарымыздың үстінен кішкене сүтімізді құйып, бұны да шамалы бұқтырып, сүті тартылғанша қоямыз. Қалған сүті тартылғанша шамалы 10-15 минуттай, жарты сағаттай қойып, одан соң яғни салмасын дайындаймыз. Салмасына мен осындай 20% қаймақты қолдандым. Бір шелек қаймақтың барлығын осы сметаникке арнап салып жібердім. Одан соң екі жұмыртқамызды жарып салып, үстінен қантымызды салып аламыз. Одан соң ванильді қантты да салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Бір келкі қалыпқа енгенше, яғни қанты еріп, осылай сұйық масса болғанша жақсылап араластырып аламыз. Одан соң үстінен жаңағыдай бөгіп дайын тұрған тарымызды саламыз. Көріп тұрғандарыңыздай сұйық болады, ештеңе етпейді. Оны пешке салып пісірген кезде қатаяды. Ең бастысы, тарымыздың суы толық тартылып, бөгіп тұру керек. Сонда пирогымыздың арасы дұрыс пісетін болады. Одан соң дайын болған қамырымызды формамызға барлық жерін жайып, вилкамен тесіп шығамыз. Салмасын салып, қызып тұрған пешімізге шамамен 45 минуттай қойып пісіріп аламыз. Сметанигіміз дайын болғаннан кейін шамамен сыртта 2 сағаттай ұстап, холодильникке 5-6 сағаттай қойып аламыз. Арасы жақсы бірігуі үшін. Барлықтарыңызға видео ұнаса лайк басып, каналыма тіркеліп, пікір қалдырып лайк басуды ұмытпаңыздар.